Ниязов саналы өмірінің 40 жылға шамалас дәуірін Қарақалпақ сорамындағы тарихи қалаларды геулеп, ізертлеп, оларды археология тіліменен сөйлетіп білуге бағышлады. Біз Мыздаққанда тұрыппыз. Қазіргі уақытта Мыздаққан бірнеше бөліктен болып, бұның ең айемгі бөлігі Геур қала. Қаланың салынған уақыты біздің эрамызға шекемгі 4-ші әсірлерге туры келеді. Яғни біздің эрамызға шекем 4-ші әсірлерді салса, бұл қаланың әзіргі уақытқа есаппенен 2400 жылға туры келеді. Міне соның Назым хан сұлу емаса Шамунаби бөлігіне келіп тұрыппыз. Бұл жерде тарихи мәдени естеліктердің дүрданаларының бірі болған Назым хан сұлу мавзолейі. Бұл мавзолей өзінің салыну, сақлану дәрежесі бойынша бүгінгі күні Орайлық Азияда теңі тайы жоқ естелік болып есімалады. Естеліктің салынған уақыты біздің эрамыздың 12-13 әсірлеріне туры келеді. Әсілеп бұл ханақа, яғни қалендархана қызметінде салынған, кейін ала бұл мавзолейге айландырылған. Бүгінгі күнде Қарақалпақстан Республикасының мәмлекеттік байрағында сәулеленген шылпық қорғаны Зардуштилер дінінің бізге дейін жетіп келген нышаны болып табылады. Біздің қаһарманымыз 1972 жылдан берлі Өзбекстан Ілімдер Академиясының Қарақалпақстан бөлімінде археологиялық топардың ағзасы болып істегеннен бастап, дала археологиялық экспедициялық зерттеулеріне үзліксіз қатынасып келмекте. Соныңменен бірге жеке өзінің басшылығында Құбыла Қарақалпақ, Арқа Қарақалпақ, Мыздаққан комплексін үйрену сияқлы көплеген экспедициялық зерттеулер жүргізді. Археологиялық дала зерттеулер барысында Қайрат Қожаниязов тарихінен бұрын ілімде белгісіз Ақшынгүл, Кетменші баба, Сулайман Хаддади Мусеви хан акасы, Дәлі қала, Ақшахан қала, Топрақ қала, сондай-ақ Қарақалпақлардың 17-19 әсірлердегі мазарстанлары Порлытау, Сейіт Несіп, Мұрат Шайх мұнаралары сияқлы естеліктер ашылды. Hello, my name is Elizabeth Bright. I'm a doctorate student with Менің атым Елизавета Брай. California in Мен Los Калифорния Angeles, штатының California. Лос-Анджелес I'm қаласындағы here at the site of Калифорния Cafe, университетінің where докторантымын. we've been working since Қаратөбеге 2008 2008 жылы on археологиялық archaeological қазулар жұмыстарын excavation. алып I бару work үшін here with келдім. my colleague Мен Хайраддин кәсіплесім Ходжаниязов. Хайраддин Қожаниязовпенен бірге We've been істесіп working жатырмын. together for the past, Біздер соңғы 5 жылдан 5 берлі years бірге now. жұмыс алып We've барып done жатырмыз. 3 years 3 жыл бойы at Kazakh Сидней Yakhtan университеті with һәм a Нөкс larger пединституты group from the студенттерімен бірге University of Sydney істедік. and the Institute Дәслеп for Қарақалпақстан һәм Хорезм мәдениетін We worked үйрендік. together there for several 2008 years. жылы We first осы started Қаратөбеде to learn archaeology өтміштегі and халық тұрмысын culture үйренуді occurred давам in ету үшін, Pakistan and әсіресе Khorasan. ең әхметлі And, өзгерістер жүз in берген дәуірлерде 2008, олардың we began қандай investigations істерменен here at Karak шұғылданғанын білу үшін to зерттеу continue, жұмыстарын алып барып to learn жатырмыз. about the life of people. Қайрат Қожаниязов 130-дан артық іліми, 100-ден астам іліми көпшілік минетлердің авторы. Оның айрым минетлері көп нұсқада Ташкентте, соң Парижде инглиз тілінде басылып шықты. Әйемгі Хорезм археологиясы һәм Окс дариясының бойындағы Зардуштилік дінінің ізлерін іліми жақтан дәлелдеп, дүниялық ілімге өз үлесін қосты.
I'm talking to you from the site of Kazaklayatkan, Akçakhan Kalası. Мен сіздерменен Бируни районындағы Ақшахан қаласы жерінде сөйлесіп тұрмын. Біздер Қарақалпақ Австралия экспедициясы болып отырған жердеміз. Нөкістегі тарих, археология һәм этнография институтының ағзаларымен бірге осы жерде 1994 жылдан берлі бірге істесу проекті бойынша істеп жатырмыз. Менің топарым Сидней университетінен келді. Бұл жерде біз белгілі археолог алым Қайрат Қожаниязовпенен бірге жұмыс алып барып жатырмыз. Біздердің істеп жатырған жұмыстарымыз 2000 жыл бұрынғы дәуірге байланысты. Қазір біздер қазу жұмыстарын алып барып жатырған жер сол уақытлары регионалдық орай болған болуы мүмкін. Біздер жұмысты бастаған уақытта бұл жерлер құмменен қапланған еді. Сол үшін біздер ненің қазып табатынымызды білмейтұғын еді. Бірақ бірнеше жылдардан кейін біздер региондағы ең әхметлі жерді таптық. Бұл жерде біздер монументалдық архитектуралық құрылыстарды, әжайып фортификацияларды һәм бірнеше таң қаларлық диван суретлерін табуға ерістік. Олар қазір реставрацияланып жатыр. Қазір біздер іздеп жатырған менің артымда жайласқан жерді біздер жақында аштық. Ол жабық территориялар бірікпесі болған болуы мүмкін. Бұл жерде қанлар хәулісі болған деген болжаулар бар. Бұл жерге қанлар жәмиетлік қызметлерді, салтанатлы мерекелерді атқару үшін жиналған болуы мүмкін. Біздер осы жүдә әхметлі жердің тек қана үстіңгі қатламын ғана зерттедік. Бірақ қашан дивалдағы әжайып суреттерді табуға ерістік. Енді біздер 2000 жыл бұрын өмір сүрген адамдардың түрлерінің қандай болғандығын біле аламыз. What these people looked like from 2000 years ago in some way. Өз еліңнің ойлы қырын ешкімде өзіңнен жақсы білмейді. Қайраддин бір ғана Сидней университеті алымлары менен ғана емес, өзінің зерттеу жұмыстарын бастаған 70-ші жылдардан берлі Ирландия, Швеция, Франция, Япония һәм басқа да мемлекеттердің археолог алымларына зерттеу жұмыстарында жетекшілік етпекте. мың 1995 жылдан бастап Қарақалпақстан Австралия халықаралық экспедициясы түзілді. Бұл Өзбекстан Ілімдер Академиясы Қарақалпақстан бөлімі тарих, археология, этнография институты менен Австралияның Сидней университеті алымдары арасында түзілген бұл шартнама. Міне ұзақ уақытларға мөлшерленген бұл программа бойынша биыл міне сарырасы 15 жыл болады. Ташқырман оазисінде археологиялық зерттеу жұмыстары алып барылмақта. Ташқырман оазисінде орайлық тикарынан 2 орайлық археологиялық объект болып, оның біреуі міне біз отырған со Ақшахан қала. Екінші Ташқырман храмы болып есінады. Ташқырманда зерттеулер алып барылған зерттеудің нәтижесінде ол біздің эрамызға шекемге 4-3 әсірлерден басылап, біздің эрамыздың 4 әсірлері аралығында Зардуштилердің от құрамының жайласқанлығы анықланды. Ал Ақшақанға келетін болсақ, бұл қала тикарынан 1957 жылы
профессор Сергей Павлович Толстоптың экспедициясы құрамында істеп келген Андриан тарапынан ашылған. Сол жерде Ташқұрман каналын зерттеп жүрген уақытта һәм бұл қаланың біздің эрамыздың 3-4 әсірлерге тиісті болу керек деген пікір айтып кеткен. Лекін бұл зерттеулер кейінгі уақытта давам еттіріліп, 1981 жылы һәм 82 жылдар бұл жерде сол уақытта Өзбекстан Илмер Академиясы Қарақалпақстан филиалының тарих тіл әдебиет институты тарапынан үйренілді. Ал 95 жылдан бастап бұл жерде стационар қазу жұмыстары жүргізілмекті. Нәтижеде қаланың біздің эрамызға шекемгі 4-ші, әсіресе 3-ші әсірлерден бастап біздің эрамыздың 4-ші әсірлеріне шекемгі қала екенлігі анықталады. Қаланың ұлыма майданы 56 гектар болып, екі қатар қалың диваллармен қоршалған. Ұлыма қалыңлығы 8 метр. Бұлардың арасынан дәліз болған. Қала 3 қабатлы, яғни 3 этажлы болып, бұның 2 этажы бастырылған. 3-ші этажы ашық түрінде болған. Қала ішкі һәм сыртқы қала болып 2 бөліктен тұрады. Міне ішкі қала майданы 13 гектар көлемінде болып, текарғы қаладағы үкімдарлар, қаланың сыйыну орлары міне сол ішкі қалада жайласқан. Ал сыртқы қала болатын болса, онда текарынан сол өнерменділер, бұқаралар, қала бұқаралар жасаған. Енді бұл ішкі қала текарынан зерттеу, ішкі қалада зерттеу алып барылып жатырыпты. Қаланың арқа батыс мүйешіне жақын жерде міне кейінгі 4-5 жылдан бері сол зарестризм, зардуштылардың құрамы екенлігі анықталмақта, һәм бұл жерден бүгінгі күнге шекем 300-ге шамалас реңлі суретлердің бөлектері табылды. Соның 30-ға шамаласы сақлану дәрежесі жүзде жақсы, 4-5 реңдегі бояулардың жәрдемінде істелген. Бұлар сол дәуірдегі хүмдарлардың, олардың әулатларының суретлері болуы ықтимал. Рәңлі суретлердің салынған уақыты әзіргі міне археологиялық материалдар, керамикалық материалдар, соның менен карбонлардың жәрдемінде анықталуы бойынша біздің эрамызға шекемгі 2-ші әсірге тиесілі екенлігі. Демек, бұл тек әзіргі Қарақалпақстан, яламаса Өзбекстан, Лума Орта Азиядағы ең қадым Қарақалпақстан бөлімінің археология
секторының басшылығы Қайраддинге Өзбекстан қаһарманы деген атақ берілген. Оға да үлкен қуанышпен қарсы алдым. Бұл біздің үшін, Қарақалпақстан елімі үшін бірінші кезекте оға да үлкен қуаныш. Екінші жағынан оға да үлкен президентіміздің, Өзбекстан үкіметінің үлкен сенімі һәм оға да үлкен бағасы деп есептеймін. Әлбетте, бұл Қайраддинге берілген қаһармандық барлық біздің ілімпаздарымызды рухландырады. Қайраддин жүдә минеткеш ілімпаз. Менен жас уақытынан ілімге кіріскен уақытларынан білемен. Еш ерінбестен күн-түн со археологиялық естеліктерді зерттеуде еш тынбастан қатынасты. Қайраддин тек біздің Өзбекстан археологларының алдында ғана үлкен абырайға ие болмастан, ол шет ел археологларының менен бірге істесіп, олар жақсы біледі. Мәселен, Австралия археологлары, Франция, Германия, Россия жүзі біздің Қайраддинге археолог ретінде, ілімпаз ретінде оға да үлкен баға береді. Соң үшін бұл қаһармандық Қайраддин үшін орынлы һәм өзіне жарасадығын үлкен атақ болып есептеледі. Өтмішсіз келешек жоқ деген еді хүрметлі президентіміз. Хақиқатында да Қайраддин һәм оның кәсіптестері тарапынан ашылған бірнеше онлаған тарихи естеліктерді көрер екенбіз. Біздің халқымыздың өтміші оға да бай һәм келешегі жарқын болатындығына үлкен сенім һәм мақтаныш сезімдері оянады. Қырық жылға шамалас әсірлерді кеулеген алымды әзірде үйінен таппайсан. Ол мұдамы далада. Халқымыз өтмішін, елі де бізге белгісіз болып кетірген қырларын тынымсыз ақтаруда.